Ой, берекеті, рахмет. Не деген тамаша сөздер. Құдаларымызға бір қошемет шапалап ұрып, қолымыздың көзіне жайғастырып, бір қошемет беріңіз. Берекеті. Ал енді мынау, құрметті қонақтар, жаңа құдаларымыз қандай тамаша ақ тілектерін білдіріп, тамаша жастарға деген тілектерін білдірді. Мынау енді қазір қазақтың тойы болсын, бәрінде де мынау туфли ұрлау деген мода болып кетті ғой мынау. Сондықтан да мынау жігіт жолдас ортаға шақырғым келіп тұр. Жігіт жолдас келіңізші бар, қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар жігіт жолдасқа. Ой, берекеті. Есім кім болады бауырым? Дастан, ой берекеті. Ал енді мына жаңа келіннің туфлиін ұрлаған конократ жігіт шақырсақ мына ортаға. Ай берекеті. Мына байыны адамдар туфли ұрлаған бүйтілі екен. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Берекеті. Ал енді бауырым Дастаннан, жігіт жолдастан енді не қалайсың туфлиді алу үшін? Бүгін байлаусымен сымбат шашбауын көтеріп кеп отырмын. Дастан сол себептен бір би билеп берсе деп ойладым. Бәріміз жолдастардың атынан бір би билеп берсе, дружканы шақырып екеуі. Дружкамен қош жүрейін деп отырсыздар ғой сендер. Мына қыз жолдасты да ортаға шақырып қойсақ керек келіңіз. Ой берекеті шапалақ. Ал енді мына жаңа жолдастарыңыздың талабын естідіңіздер. Мына жолдас екеуі бір лезгинка деген ба, қанат би? Лезгинка бір билеп берейік деп отырып, мына естіп алған жігіттер қош жүріп, қыз жолдаспен айтыр. Сондай қылып ғой бізге. Ал дайынсыздар ма? Дайынсыз ғой. Өзің түрін Кавказ жігіттеріне ұқсайды екен, сіз де дайынсыз ғой. Ал енді кеттік ал. Лезгинка бір музыка шапалақ ұрып отырыңыздар сіздер. Сіздер қошемет ұрып отырыңыз. Кәне. Ой берекеті, не деген. Негізінде Дастан сен билеу керек. Сен қыз бала биледі ғой, айналмышсың ғой сен керісінше. Ай берекеті, қыз жолдас шүстірма дедім. Осы туфли үшін билеп атсың көрдіңіздер мінеке. Мінеке берекеті. Рахмет, өнерді көрсетіне жолдасына. Сізге де рахмет. Рахмет Дастан. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыз жолдасқа. Берекеті мінеке. Дос болсын.